Сәлем достар, бүгін сіздерге кимчи салатына қолданылатын ащы соусын көрсеткім келіп тұр. Менімен бірге болыңыздар. Ащы бұрышты осылай жумай сүртіп тазалап аламыз. Болгар пересін осылай кесіп тастамастан бұрын жақсылап жудым. Жуып, одан кейін суын қалдырмай сүртіп, ішіндегісін осылай тазалап алдым. Барлығын сүртіп тазалап болғаннан соң, осылай мясорубкіге өткізуге дайындап жатырмын. Ашып пересті осылай ашып тұрып жумаңыздар, өйткені су қалса, сіздердің дайындаған соустарыңыз ашып кетеді. Сондықтан ашпай тұрған кезде жуып, оны жақсылап сүртіп кептіресіздер. Міне осылай өткізіп жатырмын мясорубкіден. Бірге бір қостым. Ащыдан 700 грамм, мына жерде болгарский перестен де 700 грамм салмағы. Сосын чесногымнан 500 грамм қалған дәмдеуіштерді қазір видеодан көресіздер. Міне осылай өткіземіз. Өткізіп болған соусымызға 2 қасық қара бұрыш, 1,5 қасық кориандр қостым. Тұзды енді аямай саласыздар. Тұздан өздеріңіз көріп тұрғандай аз қасықпен 10 қасық тұз салдым. Тұзы көп болғаны өте жақсы, ашып кетпейді. Сондықтан аямай 10 қасық сала беріңіздер. Жақсылап араластырып, енді үстіне 500 грамм сарымсақты осылай ашып тазалап алып, мясорубкіден өткізіп қостым. Сарымсақты қосып араластырып, тағы да үстіне 2 ас қасық тұз салдым. Жақсылап араластырылып, баклажкамды жақсылап жуып тазалап алдым. Банкіге құйсаңыздар да болады. Мен морозильникке тастаймын. Жазда осылай дайындап, ертең қыста пайдалануға өте ыңғайлы. Сол баклажкаға салып болғаннан соң, бос орнына толтырып тұз салып қоясыздар. Сол кезде ашып крышкасы көтеріліп кетпейді. Міне осылай дайындап, жазда арзан уақытында дайындап салып қойсаңыздар қандай керемет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын. Игіліктеріңізге, керектеріңізге пайдаланыңыздар.